Баршаңызға сәлем. Мен бүгін үй жағдайында мохито дайындау жолын көрсетемін. Керекті заттар: лимон, мұз, жалбыз, сарағаш, спрайт. Лимонның екі жақ шетін алып, жақсылап, жұқалап, турап аламыз. Міне осылай бір лимонымызды жұқалап, турап алдық. Енді дайындап қойған ыдысымызға екіге бөліп саламыз. Жарты лимонның шырынын қысып, екі ыдысымызға бөліп қосамыз. Енді үстінен жалбызды, яғни мятаны бөліп салатын боламыз. Оның үстінен алдын ала дайындап қатырып алған мұзымызды қосамыз. Осылайша барлық заттарымызды екі ыдысқа бөліп салып алдық. Енді үстінен сарағашты құямыз. Сарағашымызды құйдық. Енді спрайтымызды құямыз. Спрайтты екіге бөліп құйып аласыздар. Енді жақсылап араластырасыздар лимонның шырыны шыққанға дейін, жалбыздың дәмі шыққанша. Қақпағын жауып, 3-4 сағатқа, тіпті 5-6 сағатқа тоңазытқышқа салып қоясыздар. Жалбыздың, лимонның дәмі шығып, керемет осындай үй жағдайында мохито дайын болады. Жазды күні шөліңізді қандырады. Енді өзінің арнайы сиробы бар екен, мен оны өз басым қоспаймын. Сіздер енді өз қалауларыңызша осылай мохито дайындасаңыздар болады. Балаларыңыз үшін, өздеріңіз ішсеңіздер де өте дәмді. Барлықтарыңызға ас болсын. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, арнама жазылып, қолдап кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет. Бай бақытты болыңыздар.